Күнәларыңыз жойылып, сауаптарыңыз еселенсін десеңіз, осы көркем есімді қайталаңыз. العفو 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 Ғапу етуші, кешіруші, аса кешірімді ғапу етуші. Адамдар жалбарынып кешірім сұрағанда күнәларын жойып, сауап істерін қалдырады. Шындығында Алла ғапу етуші, әрі кешірімді. Егер бір жақсылықты көрсетсеңдер, не жасырсаңдар, немесе бір жамандыққа кешірім қылсаңдар, шындығында Алла ғапу етуші, әрі құдіретті. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Қадір түні Айша анамыз, Алла одан разы болсын, мына дұғаны айтуға бұйырған: уа Алла, расында сен ғапу етушісің, жомартсың, әрі кешірімділікті жақсы көресің, мені кешір деп дұға еткен екен. Абдулла ибн Масғұд, Алла одан разы болсын, былай дейді: ислам дінінде ең бірінші қолы кесілген, пайғамбарымызға Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, әкелінген бір кісі болатын. Сонда адамдар: уа Расулалла, мынау ұрлық жасады десті. Оны естіген Алланың елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, жүзі өзгеріп сала берді. Адамдардың бірі: уа Расулалла, сізге не болды деп сұрады. Сонда ол: Алланың игілігімен сәлемі болсын, маған ештеңеде кедергі емес, алайда сендер жолдастарыңа қарсы шайтанның көмекшілері болыпсыңдар. Расында ұлы әрі даңқты Алла ғапу етуші және кешірім еткендерді жақсы көреді. Бірақ қандай да бір әміршіге жазалы жан әкелінсе, оның жазасын іске асыруға міндетті, деді де оларға ғапу етіп, оларды кешсін. Әлде Алланың сендерді кешіруін қаламайсыңдар ма? Алла кешірімді, әрі ерекше мейірімді. Бұл көркем есімді көп қайталаған жанның Алла тағала күнә қателіктерін кешіріп жарылқайды. Оны көп қайталаған соң мына дұғаны оқымақ ләзім: уа Алла, расында сен кешірімдісің, әрі кешіргенді жақсы көресің, мені кешіре көр.